Ассалаумағалейкум. Бүгін біз осылай күшті, керемет, демде дайын болатын дәмді печенье дайындайтын боламыз. Бізге ыдыс қажет. Сол ыдысқа бірінші ұнды саламыз. Қант ұнтағын саламыз. Қопсытқыш саламыз. Какао. Енді барлығыны жақсылап тұрып араластырамыз. Ортасын ашып қойып, оған бір жұмыртқамызды құямыз. Және сары майымызды ерітіп құямыз. Енді барлығыны қолмен жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкі болғанша. Мінекей қамырымызды жақсылап илеп болдық. Осылай дайын болады. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын. Осын құрт секілді думалақ қылып жасайтын боламыз. Барлығын осылай жасап, листқа тереміз. Мінекей осылай листқа тердік. Енді үйіңізде молочный шоколад болсын, қара шоколад, ақ шоколад болсын, осылай ертеміз. Және де бетіне құйып шығамыз. Мінекей тура видеодағыдай осылай құйып шығатын боламыз. Мінекей енді газге 180 градусқа салып пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Тез және оңай дайын болады. Шаймен күшті, кофемен де күшті кетеді. Балдарым бір күннің ішінде жеп қойды. Жұмсақ, арасы осылай әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен каналыма тіркеле кетіңіздер. Аптасына 1-2 рет мен сіздерге жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Мырзақожа Айдын.